Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен небәрі 10 минутта дайын болатын медовый тортын жасап көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен 3 жұмыртқа қажет болады. Ыдысымызға салып аламыз. Үстінен қантымызды саламыз. Одан кейін 3 қасық балымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. 3 қасық бал салдық. Енді миксерменен жақсылап миксерлеп араластырып алатын боламыз. Бір массаға айналғанға дейін. Біздің массамыз мінекей дайын болды. Енді біз үстіне ұн менен қопсытқышты бірге араластырып салып жіберетін боламыз. Міндетті түрде електен өткізіп салу қажет. Сонда сіздердің корждарыңыз өте жұмсақ әрі биік болып шығады. Консистенциясы осындай болу керек. Мінекей қоюлығы, сұйықтығы болмайды, қатты. Енді біз оны противенге жайғастырып аламыз. Менде электронный пештің противені, астына пергамент қойып, жақсылап тегістеп жайып аламыз. 180 минутта 7-8 минутқа ғана қойып пісіріп алыңыздар. Одан артық салсаңыздар күйіп кетуі мүмкін. Ал енді біз крем дайындаймыз. Бізде сметанный крем 20%-тық сметанаға 70 грамм сахарный пудраны саласыздар, қант ұнтағын саласыздар. Осылай араластырасыздар. Ешқандай миксерлеп қажет емес. Тек қана жайлап осылай араластырсаңыздар жеткілікті. Біздің коржымыз дайын болды. Мінекей көріп тұрсыздар, өте жұмсақ. Енді біз оны кішкене суытып алғаннан кейін пергаменттен ажырататын боламыз. Егер ыстық күйде крем жағатын болсаңыздар, кремдеріңіз ағып кетуі мүмкін. Мен корждарды осылай бөліктерге бөліп алдым, 4 бөлікке бөлдім. Біздің үйдегі адам саны аз болғандықтан мен аса көп көлемде жасамаймын. Міне бізде 4 корж болады, яғни 4 слой болады. Бетіндегі кішкене размері келмейтін дөңбек шығып тұрған жерін алып тастаймыз. Одан кейін кремді жағуды бастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай кремде, медовикте өте оңай, жасалу жолы өте қарапайым, дәмі де өте керемет жұмсақ болып шығады. Корждарымыздың барлығын бір-бірінің үстіне осылай теріп, кремдерді жағып дайындап аламыз. Міне біз кремді жағып алдық. Енді 5 сағатқа, кемі 5 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоясыздар. Сол кезде сіздің кремдеріңіз корждарға жақсы сіңіп, өте жұмсақ болып шығатын болады. Жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасаңыздар, қыздар, өте оңай торт. Бірден аяқ астынан қонақ келсе де жасап дайындауға өте ыңғайлы. Өте жұмсақ болып шығады. Видео ұнаған болса, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Қыздар, баршаңызға ас болсын деп тілеймін.